Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі қатпарлы болып шығатын ораманың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керекті заттар: жұмыртқа, кішкене қант, кішкене ас содасы және ұнмен жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне, қамырымызды қасықпен иледік, енді қолымызбен жақсылап қамыр етіп илеп аламыз. Міне, қамырымыз дайын болды, оны салафанға салып кішкене тындырып қоямыз. Міне, тоңған қамырымызды екі бөлікке бөліп, дөңгелекше етіп, оқтаудың көмегімен дүп-домалақ жұқа болғанша жайып аламыз. Міне, қамырымыздың жұқалығы осындай болуы керек. Енді оны осылай етіп түп-түзу қылып кесіп аламыз. Міне, дәл осылай кесіп алдық. Енді қызып тұрған майымызға осындай вилканың көмегімен дөңгелек етіп орап, әдемілеп қорып аламыз. Қатты қызартпаймыз, мен кішкене ғана қызарғанша майға тұрғызып аламын. Барлық орамаларымызды осылай етіп пісіріп аламыз, және де әдемі көріну үшін қант ұнтағын себеміз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.